Саят құстарының ішіндегі бүркіттен кейінгі алғыры, аң алатын қабілеттісі ителгі. Бірақ арабтардың ителгі десе, ішкен асын жерге қоятындарының себебі басқа секілді. Оның себебін көнегөз қариялар бұл қыран-тектестің мұсылманшылдығымен байланыстырады. Саят құстарының ішіндегі бүркіттен кейінгі алғыры, аң алатын қабілеттісі ителгі. Бірақ арабтардың ителгі десе, ішкен асын жерге қоятындарының себебі басқа секілді. Оның себебін көнегөз қариялар бұл қыран-тектестің мұсылманшылдығымен байланыстырады. Оның 6 түрі белгілі, соңғы мәліметтер бойынша әлемде 12-30 мың ителгі тіршілік етеді. Қазақстанда тек бірнеше жүз жұбы өмір сүреді. Қысқы мерзімде Шығыс Африкаға, Таяу Шығысқа және Оңтүстік Азия елдеріне қоныс аударады. Ұрғашылары еркектерінен үлкенірек болады. Құстың салмағы 0,85-1,40. Дене ұзындығы 425-604 м. Қанаттарын жайған кездегі ұзындығы 1-5 метр. Жүннің негізгі түсі қоңыр. Табиғатта 18-20 жыл өмір сүреді. Ителгі тамаша аңшы, сондықтан құсбегілердің ең сүйікті жыртқыш құстарының бірі. Өз олжасын биік жерде, таста, ағашта немесе бағанада отырып аңдуды ұнатады. Жануарға тігінен құлап, тырнақтарымен ұрып өлтіреді. Аң аулау кезінде ұшу жылдамдығы 200 км дейін жетуі мүмкін. Көбінесе саршұнақ, аламан, қосаяқ, тышқан және кеміргішпен қоректенеді. Сирек жағдайда жертесерлерді, аққістерді, құлақты кірпілерді және жас қояндарды аулайды. Сонымен қатар мәзірінде үйрек, шіл, безгелдек және қаз бар. Ителгілер өз ұяларын салмайды. Олар қарғалардың, бүркіттердің немесе басқа да ірі құстардың қараусыз қалған ұяларын иеленіп алады. Соңғы жылдары браконьерлердің кесірінен ителгінің саны айтарлықтай азайды. Олар құстарды тікелей ие салатын жерінен ұстап қымбат бағаға сатады. Әсіресе араб нарығында ителгіге сұраныс өте үлкен. Үйретілген құс $100,000, үйретілмегені $20,000 тұрады. Ителгі бүркіттен кейінгі саят құстарының ішіндегі аң алатын қабілеттісі ителгі. Оның үлкені 6 тұтам, қанатының ұзындығы жайғанда 1 кез шамасындай болады. Өзге саят құстары сияқты бұл да үлкен кішілігіне қарай 4 түрге бөлінеді: ірі, тана, бұқа, шәулі деген сияқты. Ителгінің алатын аңдары киік, елік, қара құйрық, қоян. Құстан алатыны қоңыр қаз, дуадақ, тырна, оқпақтағы басқа түрлі құстар. Ителгі көбінесе жаз, күз айларында салынады. Қоян құстарды ол көбінесе өз күшімен алады. Киік, елік, қара құйрық сықылды аңдарды итпен қосылып алады. Ителгінің томағасын алып қоя берсе қашқан аңды аспаннан келіп теуіп мұқатады. 2-3 рет тепкенде қоян сияқты аңдар ителгінің тегеуіріне шыдай алмай мұрттай ұшып, қоянның белі үзіліп жерде жатады. Сол кезде ителгі оны бас салып қиралаңдап қашқанына жібермей ұстап қалады. Киік, елік, қара құйрықтарды үздіксіз тебумен қорғалатып қашырмай қояды. Оларды бастан, көзден тепкенде аң есі кетіп, шырқ айналып, бастарын 2 аяғының арасына тығып, қашалмай жүргенде артынан ит келіп ұстайды. Құба тарланның сыртқы жүні құбақай қызғылт, бауыр жүні қызыл шұбар тұрымтай жүндес, алам ойнағы көмескі келеді. Бұл 3 түрлі ителгінің қай тұқымынан болса да, 3-еуінен де қыран шығады. Әсіресе қара ителгінің тұқымынан қыран айнымай шығады. Жақсы ителгінің басы үлкен, тұмсығы жебелі, кеудесі кең, қайқан келіп, мойны ұзындау, аяғы салалы. Шарасы үлкен болады. Ителгінің қырандарына саятшылардың қойған ерекше аттары бар. Мәселен, оларды жылауылының тегі, тілегеннің тегі, сеңсең, қара сұңқардың тегі деп атайды. Жылауылының тегінің ерекшелігі оның екі көзінің алдына су аттанып тұратын қара жағалы болады. Өзі ашқарақ қомағай, шабытқа ұшқанша жем жегенше шыдамсыздық көрсетіп, ылғи шақырып отырады. Жалпы айтқанда қайратты қыран болса, осы затты ителгіні жылаулы деп атайды. Тілегеннің тегі деп ұшқыш сезімпаз келетін, жерге қонып отырмайтын, ылғи шабыт тілеп ерінбей ұшатын ұшымпаз қыранын айтады. Сеңсеңнің заты деп денесі әрі, жуан мойындау келіп тұмсықты жүндес келетін бір тұқымын айтады. Бұл шымды болмайды, бірақ әлді болады. Қарға сұңқардың заты деп жүні тығыз келген, мойыны ұзын, құйрық қанаты қайратты, қара тіл, лашын бітімді, ұзын құйрық, қайшы қанат, қара тарланнан шыққан қыранын айтады. Бұл талмай ұшып аңды қажымай алады.
Ителгі туралы жалпы айтқанда, бұлар асырауға көнімді, түлікке қартаймайтын шыдамды құс. Саятшылардың мақалы. Ителгі көп түлесе дүр болады. Қаршыға көп түлесе күл болады.